Шындыққа әркімнің ақ бар таласы. Қазақстандағы факт-чекинг және медиа сауат подкастына қош келдіңіздер. Сәлем достар. Сәлем. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздің эпизодта қонаққа азаттық журналисі Аян Қалмұратов келіп отыр. Бәріне сәлем тағы. Аян, қош келдің. Рахмет. Бүгін біздің тақырып жалпы Қазақстандағы журналистік зерттеу туралы болмақ. Аян, өзің де білесің, соңғы күндері, соңғы уақыттарда Қазақстандағы журналистік зерттеуге байланысты көптеген бір зерттеулер шықты. Мемлекеттік сатып алу сайттарына байланысты болсын, экс-президент Назарбаевтың отбасы, тума-туысқандарына байланысты болсын. Енді осы тақырыпты біз сол үшін де бір қозғамақ ойда болдық. Келгеніңе рахмет. Енді Аян, мынау эпизодты бастамас бұрын осы мынау қуанышты жаңалықты өзіңмен бөліскім келіп отыр. Оны сен осы уақытқа дейін оқыдың, көрдің. Мынау біздің әріптесіміз ресейлік Новая газета редакциясының бас редакторы Дмитрий Муратов пен филиппиндік зерттеуші журналист Мария Ресса бейбітшілік жөніндегі Нобель сыйлығын алып отыр екен. Бұл біздер үшін жалпы журналист деп өзін журналистпін деп жүрген санап жүрген адамдар үшін өте бір жақсы бір марқайып қалатындай жетістік болды, шыны керек. Жалпы Аян осы кісілердің нелерімен таныстың ба өзің? Өнімдерімен, болмаса жазған материалдармен, болмаса Новая газета туралы не айтасың? Шынды айтайын, филиппиндік журналист Мария Ресса туралы енді оқып біліп отырмын. Бірақ кейін ол кісінің жаңа жүлде алған туралы жаңалық шыққаннан кейін материалдарын ол кісінің қандай зерттеулер жүргізіп, кімге қарсы, кімге қатысты, яғни президентке қатысты материалдар істеп жүргенін біліп, кішкене ұятты болып отырмын. Өйткені бұған дейін білмеген бұл кісінің сондай атақ. Бірақ Новая газетамен жақсы таныспын. Новая газета ол сондай бәріміз бет түзейтін, бәріміз үлгі алатын және бәріміз қызығатын басылымдардың бірі. Сонау 90-шы жылдардан шатаспасам келе жатыр жұмыс істеп. Алты журналисі, Дмитрий Муратов өзі жүлде алған кезде айтты ғой, мен осы қызмет барысында қаза тапқан әріптестердің рухына бағыштаймын осы жүлдені деп. Сол қанша журналист қайтыс болып жатса да қызмет барысында Новая газетаның журналистері сондай бір батылдық танытып, әлі күнге дейін олар өте өткір репортаждар дайындап жүр. Олар өзінің жаңағы бүгінгі біздің тақырыбымыз зерттеу ғой. Олар осы коррупция туралы зерттеулер жариялайтын, Ресейдің әр аймақтарынан билік ұмытқан, елеусіз қалдырған аймақтарынан репортаждар дайындап жүрген басылым ретінде жақсы білемін. Әсіресе оның ішіндегі журналистердің жеке-жеке жұмыстарымен қызығып танып оқимын. Өзіме Елена Косюченконың материалдары өте қатты ұнайды. Сосын Елена Милашинаның жұмыстары да өте жақсы, әсіресе зерттеу журналистикасы осы Шешенстандағы адам құқығының сақталуына қатысты Милашинаның материалдары өте көп жаңағы резонанс тудырып жатады. Жалпы Новая газета бұл Қазақстан үшін бір алыс бір басылым емес. Қазақстанға да келеді, шатаспасам Қазақстанда да оқырманы көп олардың. Шыны керек, Мария Ресса туралы мен де білмейді екен. Осы Нобель сыйлығын алды дегеннен кейін барып, бұл кісі кім, не істеді деп маған өзің айтпақшы, президент туралы, коррупция туралы, одан кейін оны шетелдің агенті деп таныған екендігі туралы оқып білдім. Халық жауы деп таныған екен. Енді Новая газета туралы толыққанда былай журналистерін атап айтпасам, енді жалпылама білетім. Жалпы осы зерттеу журналистикадағы бір үлгі алар газеттердің бірі екенін білемін. Енді бағанағы айтып жатырмыз ғой, зерттеу журналистикасы, журналистикадағы зерттеу деп. Жалпы осы қалай айтсақ бұл зерттеу журналистикасына қандай да бір описание не болмаса бір түсініктеме бар ма? Мынау осы зерттеу журналистикасы болады ау деген сияқты бір айтатындай. Қазір негізі Қазақстанда кейінгі жылдары зерттеу журналистикасына қызығатындар өте көбейіп келе жатыр. Өйткені бұрындары мысалға сен аудиторияны бір ерекше репортажбен, ерекше оқиғамен, бір әдемі human storyмен немесе бір success сторилармен таңғалдырылсаң, қазір тәуелсіз журналистердің көбі сондай бір эксклюзивті материал беруге тырысады. Эксклюзивті материал бұл әрине журналистік зерттеу болады, өйткені бұған дейін көпшілікке беймәлім болып келген дүниелерді ашу. Оның ішінде әсіресе билік өкілдеріне қатысты, шенеуніктерге қатысты нәрселерді ашу. Бұл өте мақтанарлық, былайша айтқан кезде қабілет деуге болады. Өте қуаныштымын Қазақстанда зерттеу журналистеріне қызығатындар көбейіп келе жатқан. Өйткені бұрындары мысалға Бендицкийлар айналысты ғой бұнымен марқұм. Олар жаңағы
бір сондай 1-2 журналист қана болды да, оның арасында сливпен айналысатын, яғни белгілі бір екінші тараптың жаңағы мүдделес, сол екінші тараптың бір масқарасы әшкере болғанынан мүдде адамдар журналистерге ақпарат беріп, сол журналистер соны жариялап, сондай болды. Қазір жаңағы ешбір тарапқа бір мүддесі жоқ, ешбір тараптың былайша айтқан кезде сойылын соқпайтын журналистер тәуелсіз өздері жаңағы бейтарап түрде журналистік зерттеу жасай бастады. Оның бірнеше жоба пайда болды. Мысалы, кейінгі жылдар рас айтамын жобалары пайда болды. Сосын Протенге мысалы қазір істеп жатыр орысша. Олардың жақында шығып жатқан Қазына, Кизат мысалы жобалары. Жекелеген журналистердің де мысалы жұмыстарын кәдімгідей қоғамда біраз резонанс тудырды. Қоғамның қалай реакция білдіргеніне қарап, менің ойымша бір аудитория осындай зерттеу журналистеріне бір шөлдегенін көруге болады да. Сондай бір, өйткені шаршаған сияқты да, сондай бір тың, сондай бір жаңа, сондай бір жаңағы эмоция тудыратын сондай ақпарат қазір сұранысқа ие болып тұр. Сондықтан қойған сұрағың, бұл зерттеу журналистикасы не ғой, жалпы? Бұл сол беймәлім бір ақпаратты әшкерелеп міне көрсету. Яғни ол белгілі болған, немесе ол бір көп базаның, мемлекеттік базаның арасында болған нәрсені үстін маркермен сызып, міне қараңдар, оказывается, былай болған екен деп көрсету. Зерттеу журналистика. То есть ол бір жаңа бірдеңені ойлап табу емес, бар нәрсені әшкерелеп көрсетіп беру. Енді өзің айтып жатсың бағанадан бір бізде рас айтамын, болмаса Протенге, болмаса Қазына деп. Енді бұл үшеуін де мен мемлекеттік сатып алу сайтындағы, Госзакупков.кз сайтындағы дүниелердің былай ашып көрсетумен байланыстырамын өзім, сол сайттағы нелерді материал қылып жазып жүргендерді. Енді бізде соңғы кезде өзім бір байқағаным, енді мынау Қазақстандағы зерттеу журналистикасы осынау бір Госзакуптың төңірегінде жүріп алған жоқ па? Осы жерде буксағайттап тұрып қалған жоқ па? Қалай ойлайсың? Басқа да бір мысалға зерттейтін бір алаңдар, басқа да бір өлкелер, басқа да бір жерлерде барды, зерттейтін нелері барды. Бірақ именно бізде осы айланып келіп зерттеу журналистикасы бір редакцияның бір журналисті жазады, осы Госзакупта жазады, біреу жазады, тағы да мемлекеттік сатып алу. Осының айналасында жүрген жоқ деп ойлайсың ба? Иә, түсіндім. Сондай бір тенденция бар. Бізде мысалға зерттеу журналистикасына жаңа қызығушылық білдіріп жүрген әріптестер, мен ойымша кез келген ақпараттың шыққаны дұрыс. Бірақ менде мысалы қазір о баста зерттеуші журналистер Павлодар әкімдігі немесе Шымкент әкімдігі, болмаса бір Түркістан облысының әкімдігі бір осындай қағаз сатып алуға, немесе ручка сатып алуға, немесе бір орындық сатып алуға осынша теңге бөлді деген кезде мен деп басын солай қабылдайтын да. Жаңа мынау не деген батпан құйрық, не деген қайда кетіп жатқан ақша, есіл ақша деп, обал болды деп. Қазір ондай реакция жоқ. Мен өзім жеке басымда білмеймін аудитория қалай қарайтын. Қазір мемлекеттік сатып алудағы бір сондай жаңағы ақпараттар, ол кәдімгі бір пресс-релиз сияқты болып кетті да, шынымды айтсам. Өйткені өте көп, біріншіден, екіншіден сомалар таңғалдырмайды. Сома бір $1 миллион болмаса, немесе фамилиялар, мысалы Назарбаев, немесе Тоқаев, немесе бір сондай Көлгінов, немесе сондай бір танымал адамдар болмаса, бір уже таңғалдыратын нәрсе болмай қалды, шынымды айтсам. Мен келсем сол ойыңмен. Бірақ менің ойымша зерттеуші журналист қандай ресурс пайдаланғанына қарамастан, зерттеу журналистикасында, зерттеу материалында сен айтатын ой маңызды, менің ойымша. Өйткені сен мысалға қарапайым Госзакуптан қарап отыруың мүмкін, мысалға, бірақ сен жаңағы Шымкент қалалық басқармасының бір өтпеген шаралар үшін ондаған миллион теңге жұмсаған білуі мүмкін. Бұл жерде кәдімгідей коррупция, жемқорлық күдігі туады. Яғни сен қарапайым Госзакупты пайдалана отырып, бір үлкен мемлекеттік органның осындай үлкен бір қылмыс жасаған болуы мүмкін екенін анықтадың. Сен сондай ой таптың. То есть сенің жасаған гипотезаң маңызды да. Және мысалға жақында Pandora Papers деген шықты ғой. Соның ішінде жаңағы Әсел Құрманбаеваға қатысты, мысалға Әсел Құрманбаеваның Назарбаевтың ықтимал бейресми үшінші әйелі дейді ғой. Соған қатысты мысалы зерттеулерде бір өзің қолдан база ойлап таппайсың. Қазақстанда бар база, ЕГОВты қолданасың. Бірақ ЕГОВты сен қалай қолданатыныңға байланысты, және ең бастысы оның ішінен сен не шығарып аласың, суырып аласың ЕГОВтың ішінен. Сол да маңызды. То есть бұл жерде мемлекеттік сатып алу деген сияқты, немесе ЕГОВтан қараймын, немесе мына базадан қараймын деп бір қаруға болмайды, бұл уже шаршатты деп шектелмей, менің ойымша мен не айтқалы жатырмын дегенге мән беру керек сияқты да. Біз жақында өзімнің бір зерттеуімді айтайын. Бола ма?
әрине. Рахмет. Жақында біз Қазтрансгаздың бас төрағасы ұлттық компаниясының, ол Қазақстандағы халықтың жартысынан көп бөлігін газбен қамтамасыз ету туралы компанияны басқарады, және сонымен қатар Қазақстанның экс-президенті әлі күнге дейін ықпалын сақтап отырған Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы, яғни Дариға Назарбаеваның күйеуі аталып жүр. Сол туралы зерттеу жасадық. Ішінде мен қолданған базалардың ішінде бәрі қарапайым кәдімгі Юговтан. Бірақ біз жаңағы жылдарын салып қараған кезде, мысалға жаңағы оның атына тіркелген бұрынғы біз көне справкаларды қарадық та, көне анықтамаларды ашып қараған кезде Шәріпбаевтың атында бұрын бірнеше компания болғанын анықтадық. Яғни ол кезінде Қазтрансгаздың басқарма төрағасы болып 2014 жылы келген кезде, бір рет келеді, сол кезде сол аралықта бір жыл болады. Сол кезде ол компанияларын жасыра бастайды. Ол мүдделі болады да жасыруға, бір 4-5 компанияны басқа бір адамның атына жазып қояды. То есть база қарапайым, бірақ бұл жердегі біз байқаған нәрсе, Шәріпбаев компанияларын жасыруға мүдделі болды. Сосын оны бір адамның атына жазды, Әсет Нұрдос деген жігіттің атына. Сосын кейін тағы да бір қарапайым база, мысалға Әсет Нұрдостың қазір қандай компанияларға иелік етіп отырғанын қарап, біз Шәріпбаевтың өзі жаңағы келісімшартқа отырған бір компаниямен, зауыт салып жатқан компаниямен келісімшарт жасағанын анықтадық. Яғни Шәріпбаев өзі Қазтрансгазды басқарып отыр, сонымен қарамай өзінің жақын серіктесі болған Әсет Нұрдос басқарған бір компаниямен келісімшартқа отырған. Яғни бұл жерде Қазтрансгаздың Шәріпбаевпен мүдделес компаниямен келісімшарт жасасқанын анықтадық. Бұл жерде жемқорлық күдігі бар. Былайша айтқан кезде ол жерде аз ақша емес, миллиондаған долларлар, былайша айтқан кезде, өйткені құпия келісімшартта жазылған. Бұл келісімшарттың құны Қазтрансгаз активтерінің жалпы құнының 50-не одан көп пайызына тең деп. Яғни мен бұл жерде айтқым келіп отырғаны, біз бір ерекше базалар қараған жоқпыз, ерекше бір базалар тапқан жоқпыз. Біз бар базаларды ақтарып, сонда бар ақпаратты тұжырым жасап, бір гипотеза істеп отырмыз да. Шәріпбаев өзінің лауазымын пайдаланып, байып отырған болуы мүмкін, және бизнесте жоқпын дегенімен белгілі бір адамдардың атына компания жазып, сол арқылы жұмыс істеп отырған болуы мүмкін деп. Яғни сонда менің түсінгенім бойынша бізде зерттеу деген сөзді күрделендіріп алады. Яғни зерттеу журналистикасы дегенде бір үлкен бір дүние көз алдына елестетеді. Көптеген мысалы жас журналистер или кез келген мысалы газеттегі, телеканалдағы журналистер болсын, бір үлкен дүниені елестетеді да, содан кейін соны айырып қойшы деген сияқты бір сондай бір ой бола ма мысалы? Болады. Басында бастағанда бәріміз мысалға Госсакуптен қарадық қой. Қаламсапты мысалға, не деген қымбат қаламсап, не деген қымбат осындай деген сияқты. Өйткені мысалы зерттеу ресерч институт деген бар ғой, қоғамдық қор, шатаспасам. Соқта Ғалымжан Оразымбеттер, Шолпан Айтеновалар зерттеп жүрген нәрселер, мысалға әсіресе коронавирус кезінде мысалға оларда бір ерекше база ойлап тапқан жоқ, бірақ олар жаңағы бір неше түрлі жемқорлық схемаларын, мүмкін ықтимал жемқорлық схемаларын анықтады. Неше түрлі госсакуптарды күшін жойып тастады мысалғашы. Яғни олар бір күрделендірген жоқ та, олар бар ақпаратты беріп отыр, және аудиторияның соған реакциясы сондай болды. Бар дүниені олар просто көрсетті. Ешқайдан алған жоқ, дайын базадан басқа қырынан көрсетті. Мысалы, мынандай да болды. Шымкентте шатаспасам былтыр немесе оның алдыңғы жылы митингілер болып жатты. Мысалы, қазір тетушкалар деген бар ғой, мысалға митингтерге барған кезде камераңды жабады, белсенділерді полиция ұстап жатқан кезде қол шатырмен журналистердің камерасын көлегейлеп кәдімгі түсірбей кедергі жасайды. Мысалы, солардың кім екенін негізі білетінбіз да, мысалы екеуі әңгімеде білеміз олардың кім екенін, мысалға Шәріптен немесе полиция биліктен, әкімдіктен деген сияқты білетінбіз. Бірақ Азаттықта, оның алдында да белгілі болды, бірақ Азаттықта біз бір зерттеу жасадық, бір күннің ішінде ғана жасалған зерттеу. Бір жаңағы тетушканы Шымкентте полиция ұстап жатқан кезде тетушка көлікке отырып бара жатады да, байқамай ішкі саясат деп қалады да. Сосын кейін сол баланың суретін тауып, жаңа тетушканың ол кезде беті ашық, тетушканың суретін тауып, сол камера зонтик ұстаған қолына соны тауып, соның жаңағы Facebook аккаунтын тауып, оның ішкі саясаттың жаңағы ішкі саясат бөліміне қарайтын бір бөлімде істейтінін анықтап, бірақ ішкі саясат Азаттыққа жоққа шығарды. Оны жұмыс істейтін, бірақ кейін мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттік ішкі саясатқа қарайтын бір жаңа коммуналдық шаруашылық бір мекеме осы, сонда да маман болып жұмыс істегенін растады. Яғни әкімдік оны жоққа шығарады, барған
митингі кезінде барып тетушка болған жігіттің өзінің қызметкері екенін, бірақ оны кейін мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттік растады. Сондай қарапайым зерттеу былайша айтқан кезде бір күнде жасалды, бірақ бұл жергілікті билік митингілер кезінде тетушкаларды өзінің қызметкерлерін жаңағы журналистердің жұмысына кедергі келтіруге, белсенділерді қудалауға пайдаланып отыр деген бір әдемі сондай бір нені ашып берді. Сонда зерттеу журналистикасы не болмаса бағанағы бір кез келген дүниені шетін ашу үшін, табу үшін бір зацепка табу керек, аха? Бір айтқан сөз арқылы, бір айтып қалған сөз арқылы, болмаса суреттің шетінде қыстырылып тұрған бір бейнесі арқылы деген сияқты, андай бір кедергі келтіріп тұрған деген сияқты сондай бір нелер арқылы, мысалға. Сонда қалай ойлайсыз, Аян, қандай бір қабілеттер керек осы зерттеу журналистикасына бір дүниелерді біліп қалып, іліп қалып, болмаса көріп қалып сразу оған мынандай ғой деп айтатындай бір мен ойымша қызығушылық болу керек сияқты, бір ағылшынша curiosity ма, сондай бір сол салаға деген қызу, кез келген нәрсені көріп отырған кезде бұның артында не тұруы мүмкін, немесе мынау бір қызық нәрсе, бұл не бұл. Мысалға Радио Свободадағы Азаттықтың орыс қызметінде Леонид Слуцкийдің депутат, соның қызының тиктогынан зерттеу жасады. Былайша айтқан кезде тикток көріп отырады, соның қызының жаңағы қымбат кроссовкалармен мақтанатыны, қымбат отельдерде жүретіні, әлем бойынша қымбат мектепте оқитыны, оның жазатын посттардың астынан бір астар көріп, яғни журналист былайша айтқан кезде кәдімгі тикток көріп отырып, соны көріп қалғанда, яғни қарапайым уақыт өткізіп жүргеннің өзінде бір зерттеуге татитын, зерттеуге болатын сондай бір нәрсе зацепкаларды тауып отырады. Қарапайым бір іліктен, мысалы Азаттықтың сіздер жасап жүрсіздер ғой, анау Болат Назарбаевтың әйелдер туралы, киген киімдер туралы зерттеулер, сол сияқты дүние, сонда қарапайым бір дүниелер арқылы зацепка табу. Енді халықаралық мысалдарда сөйлесейікші, мысалы қандай бір газет, немесе журнал, немесе медианы айта аласыз, осындай бір зерттеу журналистиканың бір сонау заманнан бері нығыстап келе жатқан бір өкілдерінің бірі деп мысалға алып, осындай бір мысалдар болды деген сияқты. Нью-Йорк Таймс болсын, Вашингтон Пост болсын, мысалға кез келген бір медианы қайсыны қарап, қайсыны көріп жүрсіз? Мен негізі өзім Нью-Йорк Таймстың жаңа несін материалдарын қараймын. Олардың жаңа YouTube парақшасында өз бір арнайы парақшасы бар, бөлек Visual Investigation деп ашып қойған. Олар видео арқылы бір сондай оқиғаларды зерттейді, видео арқылы әңгімені жалпы әдемі бір сондай хикая қылып айтып береді, бірақ сондай бір дүниелер әшкерлейді. Мысалы жақында ғана Ахмади деген бір сондай америкалық жаңағы Ауғанстандағы азаматтарға көмек көрсететін, азық-түлікпен қамтуға көмек көрсететін бір коммерциялық емес ұйымның бір қызметкерін Пентагон байқамай өлтіріп алады. Оны қолында болған канистрлер бар ғой, соларды тасып жүрген кезде оны бір күдікті азамат деп ойлап қалады да, сөйтіп соққы жасайды. Сол соққыдан қателеспесем 11 адам немесе 9 адам қайтыс болады. Сол 9 адамның 7 бала қайтыс болады. Ішінде Ахмади де бар, қайтыс болғандардың ішінде. Пентагон басында оны мойындаған жоқ, жаңағы соққы болғанын, оның күдікті болғанын, яғни шынымен де оның жарылыс ұйымдастыруға, жарылыс жасауға тырысып жүргенін, оған дәлел ретінде жаңағы Ахмадидің жарылған көлігінің жаңағы соққы жасағаннан кейін тағы да басқа жарылыстар болғанын айтты. Бірақ Нью-Йорк Таймстың тілшілері сол жарылыс болған жерге барып, ол жерде дронның, яғни ақш әскери қорғаныс күштерінің жасаған соққысынан басқа ешқандай жарылыс болмағанын анықтаған. Сондай-ақ Ахмадидің канистрлері ол ешқандай да жарылыс тасуға арналған емес, жай ғана адамдарға су тасуға арналған канистрлер екенін анықтаған. Сол нәрсені анықтады. Былайша айтқан кезде бұл үлкен қателік болды, және ақш жаңа Нью-Йорк Таймстың оқырмандары да қатты шулады бұдан кейін. Сосын Пентагон шынымен де өзінің қателігін мойындап, сондай бейкүнә азаматты өлтіргенін, бейкүнә азаматтарды өлтіріп алғанын мойындап кешірім сұрады. Одан бөлек мен ресейлік жаңағы ақпарат құралдарының, ресейлік тәуелсіз медианың жасайтын зерттеулерін қарап отырамын. Осыған дейін жаңағы проект медиа деген болды. Қазір ол жаңағы шетел агенті деген статусқа байланысты атауын агентство деп өзгертіп, басынан бастап жатыр жұмыс редакция. Сосын важные истории қарап отырамын. Медиазона да бір зерттеулер жасайды.
әсіресе сол бағана алғаш айтқан екеуі важная история мен жаңағы проект медиа, қазіргі атауы агентство, енді екеуі күшті зерттеулер жасады. Проект медианың зерттеулерінің ішінден жаңағы Владимир Путиннің, Ресей президентінің әйелінің, Кривоногих деген әйелінің анықтайды. Жаңағы бір қызды көреді, бағана айтқанда тиктоктан аумайды Путиннен. Жаңағы сосын бұларға зерттеп қарайды. Сөйтіп қараса, Кривоногих Банк России деген сондай бір банктың ірі акционері, 90-шы жылдардан бір қарапайым адам болып жүрген, бір қарапайым үйде тұрған, кейін барып жаңағы Путинмен бірге белгілі бір шетелдік сапарларға ұшқан, сосын байып кәдімгі үлкен үйлердің иесі болып отыр. Қазір сол Кривоногих туралы зерттеуі қатты шу болды. Сосын әсіресе Навальныйдың штабының зерттеуі, Навальный тобының зерттеулері ол өте үлкен жаңағы әсер қалдырады, шынымен де шабыттандырады. Олардың зерттеу, олардың подачасы, олардың ақпаратты табу. Бағана халықаралық нені айтып жатырмын ғой, мен осындай қандай да бір ұйымдар, не болмаса медианы айта аламыз деп. Мысалға маған мына бір оқиға есіме түсіп отыр. 71-ші жыл ма, қай жылы? 20-шы ғасырдың 70-ші жылдарында Вьетнам соғысы болды ғой, Америка мен Вьетнам арасындағы. Сол кезде бір Нью-Йорк Таймс басылымы американдық. Сол кезде осы бір құпия құжатты алып, журналистік зерттеу жасап, соны табады. Америка мен Пентагон мен бағана Вьетнам арасындағы. Содан соны алып жариялайды. Енді былай сырттай білемін оқиғаны. Соны жариялағаннан кейін бағанағы ақш билігі анаған қысым жасайды газетке. Қысым жасап, осындай деген сияқты. Сөйтіп газет журналистері басқа америкалық журналистика көмек сұрайды. Көмек сұрайды. Сол кезде менің бір байқағаным, журналистік солидарность дейміз, ынтымақтастық деп айтамыз, өте бір жақсы байқалды. Адамға әсер қалдыратындай болды. Мысалы, Washington Post'тан бастап, енді Washington Post пен New York Times екеуі былай қарасам бір-бірінен бір текетірес газет та, екеуі кәдімгідей бәсекелес газет та, бірақ сондай кезде бағана текетірес, бәсекелестіктерін ысырып тастап, бағанағы құпия құжатты алған зерттеулерін алып жариялайды. Одан бөлек басқа да көптеген газеттер жариялайды. Сөйтіп, анау бір газеттегі New York Times'тағы ақш билігі алып таста деген қысым жасағаннан кейін ол нәрсе бүткіл Америкаға таралып кетеді да, бағанағы құжат. Сосын не істейді? Сөйтіп, Америкадағы бір журналистикалық зерттеуді аман алып қалады. Ал енді біздің елге оралайық. Біздің елде мысалға бір медиа журналистикалық зерттеу жасаса, бір жерден бір нәрсені алып, тырмысып, етіп қарап жасаса, мысалға сол медианың бір 2-3 айналасында жүрген адамдар ғана бөліседі. Мысалға солидарность жоқтың қасы, шыны керек, ынтымақтастық жоқ та. Немесе бір журналист бір нәрсе беріп қамалып жатса, бір журналист жоқ дегенде оған үйіне келіп түнді жүргізіп жатса, басқа медиалар тіпті оны жазбайды да, көзін ілмейді. Әсіресе мемлекеттік медиаларда мысалға солидарность осы кезде байқалады да. Жалпы осы туралы не ойлайсың, Аян? Бірінші шынымен келсем, бізде журналистік ешқандай ынтымақтастық жоқ. Мысалға бір медиа, мысалға Навальный дедік қой, Навальныйдың мысалы өткенде Лавровтың, Сергей Лавровтың, Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың жаңағы көңілдесі дейді ғой, әйелі деп жатыр. Соның әйелі туралы зерттеу жариялаған кезде бірінші важная история ол туралы зерттеу жасады. Лавровтың жаңағы әйелі, оның ықпалы туралы, оның жаңағы сыртқы істер министрлігінде қызметкер болып отырғаны туралы және министрлікке қатысты өте сондай шешуші шешімдерді қабылдап отырған адам екенін, қалай олай болғанын жаңағы зерттеп жазды. Содан кейін бір 3-4 күннен кейін Навальныйдың тобы Лавров туралы зерттеу жасады. Бірақ олар зерттеуінде бұл материалды важная история басылымы бастаған. Біз содан ізін ала, біз жалғастырамыз. Біз де бір-екі нәрсе анықтадық деп, важная историяның атын көрсетті, оның материалынан скриншот көрсетті, поддержим независимых СМИ деп ұран тастады. Яғни важная история қазір жаңағы инагент деп танылды ғой енді, шетел агенті деп танылды, соған қолдау көрсетіңдер деп үндеу айтты Навальныйдың штабы мысалы. Бірақ важная историяға қарағанда Навальныйдың командасы жасаған зерттеу әлдеқайда толымды, әлдеқайда толық және бір сондай әдемі болып шықты да. Бірақ соған қарамастан олар бірінші бұл материалды ілік кім болғанын айтып өтті. Бізде мысалға Азаттықтың кейбір материалдарын, енді Азаттықтың атын айтпаймын, бірақ мысалы өзім жасаған кейбір материалдарды кейбір басылымдар жазып жатады, бірақ олар
сілтеме бермейді. Мысалға тіке көшіріп алмайды, бірақ жаңағы материалдарын да пайдаланады. Мысалға біз зерттеулерімізде анықтаған жаңа кейбір сөйлемдерді, мысалға кейбір гипотезаларды, осындай бір кейбір сөздерді қолданады, сөйлемдерді, бірақ көрсетпейді. Деген сияқты. Немесе мысалға материал бөлісу деген сияқты, мысалы біз қуанамыз. Енді бұл жерде материал бөлісуге қатысты Қазақстанда журналистер бөліп тастады ғой, мемлекеттік сатып алу деген. Мысалға мемлекеттік сатып алумен күн көріп отырған сайт сенің жаңағы ықпалды шенеунікке қатысты немесе Назарбаев әулетіне қатысты жасаған зерттеуіңді бөліседі деп айту үміттенудің вообще қажеті жоқ шығар. Иә, ең болмаса тәуелсіз журналистер бір-бірін қолдап жүреді, жаңағы керемет, жақсы екен, күшті екен деп, немесе басқа бір тәуелсіз жаңағы медианың жасаған материалынан жаңағы қысқаша жаңалық беріп отырады, бірақ ол өте аз, өте аз. Осы арқылы мен ойымша біз Қазақстандағы жаңағы журналистердің қаншалықты еркін екенін жекеде жазып жатады, жақсы екен, оқыдық деген сияқты, бірақ ашып жазбайды, ашып жаңағы бөліспейді, немесе ашып бір өздерінің сайттарына жарияламайды дегендей. Енді ол ақпарат саясатына да сай келмейтін шығар мүмкін, бірақ олардың ақпараттық саясатына да әсер етіп отырған нәрсе сол мемлекеттік сатып алу, яғни тендер. Мен күн көріп отырған сайттар болған екен, ренжи алмайсың. Мемлекеттік сатып алулар тоқтаған кезде, сол тендерді алып тоқтаған кезде мүмкін аудиторияның ол ақпаратқа шынымен сусап отырғанын білген кезде, мен ойымша ынтымақтастық деген нәрсе туралы айтуға болатын шығар, бірақ қазір мүмкін емес. Мүмкін емес, иә. Аян, енді қара, өзің айтып отырсың, мынау журналистік ынтымақтастық туралы қазіргі мемлекеттік сатып алудан күн көріп отқан біздің әріптестерімізден тіпті үміт күтудің қажеті жоқ деп. Бірақ бір жағынан қарасам, бізде тәуелсіз медиалар саны өте аз. Өзін тәуелсіз деп жариялап отқан көптеген медиалар, сол бағанағы сайттар болсын, кем дегенде сол мемлекеттік тапсырыстан 1-2 тапсырыс алады. Оның өзі біреуді бір кінәлап, мынау журналист кінәлі жерде, мынау кінәлі деп айту да қиын да, мысалға да. Сондықтан менің ойымша журналистік зерттеу жасау үшін бірінші медиа тәуелсіз болу керек. Қалай ойлайсың, осымен келісесің бе? Кімнен тәуелсіз болу керек шығар екен? Иә, жалпы кез келген ақпаратты, жазам деген ақпаратты жазып, зерттеймін деген ақпаратты зерттеп, кәдімгідей осы нәрсені жасау керек. Просто мен сен андай айтып тұрған сияқтысың да, тәуелді мемлекеттік, тәуелді сайттар, тәуелді басылымдар белгілі бір адамның ықпалынан шыға алмай отырған адамдар журналистік зерттеу жасай алмайды дегендей. Бірақ олар журналистік зерттеу жасайды ғой, бірақ олар жаңағы журналистік зерттеуінде жаңағы өз ықпалында болып отырған адамның пайдасына жарайтын зерттеу жасайды да. Яғни екінші топқа, оған қарсылас адамға, мысалға, немесе мысалы белгілі бір олигарх бір телеарнаны немесе бір сайтты иемденіп отырса, және элиталар арасында, олигархтардың арасында текетірес пайда болса, онда міндетті түрде бір сайтта екінші бір топты қаралайтын материалдар пайда бола бастайды, иә, көбейе бастайды. Ол ешқандай да журналистік зерттеу болып саналмайды, және оны журналистік зерттеу деп есептеуге мүддем болмайтын шығар. Бірақ егер тәуелсіз болу керек, міндетті түрде келісемін ол нәрсемен. Олар мысалға қазір біз кейбір сайттарды көреміз ғой, мысалы мына шенеуніктер туралы, немесе мына шенеунік, мына министр туралы бір-екі зерттеу шығады, бірақ ол белгілі бір шенеуніктің қаржыландырып отырған сайты да. Белгілі бір адамның ықпалындағы, немесе белгілі бір ведомствоның жаңа айтуында жүрген сайттың журналистік зерттеулерін мен өз басым қабылдай алмаймын, өйткені ол жерде шынымен біреудің мүддесі тұрғандай болып көрінеді. Тіпті оның ішінде ақпарат бір шулы болса да, неге бұлар оны жасады екен, неге бұлар оны жазды екен, неге бұның артында қандай мүдде тұрған болуы мүмкін деп қабылдайсың да. Яғни бізде қазір медиа, белгілі бір медиалар, белгілі бір бағанағы өзің айтқан атақты адамдардың, болмаса бір меценаттардың құралына айналып отыр деп отырсың. Яғни зерттеу жасаса да сол белгілі бір мүддені ғана көздейді. Иә. Болмаса басқа кезде жасағандан жасай бермейді. Енді белгілі біреудің жаңағы ықпалында жүрген медиалар бір қатырып зерттеу жасап отыр деп те айта алмаймын. Бірақ өзім айтып отырғаным, жалпы егер сондай бір сайтта артында бір шенеунік, немесе артында бір сондай билікшіл бір адам тұрған, сондай бір жаңағы адамның сайты, басылымы
кенеттен аяқ астынан бір ұйқысын ашып, біз тәуелсіз медиамыз деп өзін хабарлап, аяқ астынан журналистік зерттеулер деп тамашалаңыздар, көріңіздер деп сондай ұрандап жатқан кезде бұлардікі не? Бұлардың артында не тұр? Не айтқысы келіп отыр? Көздегендер не деген сұрақ туындайды да. Сол үшін мен ешқалай қабылдай алмаймын ондайларды. Я тәуелсіз болу керек және қаржыландыру көзін ашық айту керек. Бізді осылар қаржыландырады, біздің саясатымыз олар араласады, араласпайды. Бізді мына деген ведомстводан біз жаңа тендер алып отырмыз, бірақ оның тендері біздің редакцияға әсер етпейді деген сияқты солай ашық айту керек. Бізде сайттардың мысалға тәуелсіз сайт бізде ашылады, бірақ зерттеу журналистерінің зерттеу материалдарын дайындай бастайды. Бірақ қаржылық көрсетерін ашық айтпайды. Кімнен қаржы алып отыр, кім қаржыландырып отыр, сол туралы ашық айтпайды. Оларда күмәнді көрінеді. Бірақ енді қаржы көздерін ашық айтқан сайттарда мысалға байқап жүрміз. Мысалы бір осындай қаржы көзінің мына жерін алып жатырмыз десе, бәрі ойлайды, бұл солардың мүддесі жұмыс жасап жатыр деп. Мысалға сендер көптеген Instagram аккаунттардан көріп жүрміз, мысалға әсіресе фактчек KZ сайтын ала кететін болсақ, ол жерде кәдімгідей осындай Source Қазақстан қорынан қаржы алып жатырмыз деген сияқты ашық жазылса, бәрі бірден ойлайды да, ойбай сендер ақш-тың сойылын сойып отырсыңдар, болмаса сендер шетел агентісіңдер, болмаса осындай деген сияқты олып жатады. Бұл жағынан қараса қалай ойлайсыз? Белгісіздік болғаннан гөрі, мен ойымша солай болса да белгілі ашық болған дұрыс та. Аян, енді жақындағы зерттеуді бағана өзің сұхбатыңыздың басында айта кеттің, Pandora Papers'тағы зерттеу туралы. Осы туралы кішкене жақынырақ сөйлесейікші. Осы Pandora Papers'тағы ақпарат шыққалы беріп, бізде көзін шалған осы бір 3-4 сайтты көрдім, бөліскен. Қазақшаға кәдімгідей аударма жасаған, болмаса өздерінің сайттарын ыңғайластырып бүйтіп бөліскен сайттарды көрдім. Оның ішінде Азаттық та бар, басқасы да бар деген сияқты. Енді осы зерттеу туралы не ойлайсың? Бұл жерде биліктің реакциясы қандай болды? Биліктің реакциясы мүлдем болған жоқ деуге болады. Біз Азаттықта осы Pandora Papers шыққан кезде осы зерттеуге қатысқан қазақстандық журналист, Власть KZ сайтының бас директоры Вячеслав Абрамовтан сұхбат алдық. Ол биліктен біз ешқандай реакция күтпейміз деп ашық айтты. Өйткені олар дайын емес деді. Олар бұған назар аударуға, бұны мәселе деп тануға дайын емес. Өйткені егер бұны жаңағы бір құпия баю көздерінің елдің бір мәселесі, Қазақстанның бір мәселесі деп танса, демек олар оны шешу керек болады. Шешу керек болса, бұл қоғамның назары бұған ауады. Яғни бұл Қазақстан билігі бұған бір реакция білдірсе, одан да үлкен бір шуға ұласады. Бұдан жаңағы Қазақстан билігі, мен ойымша, қашып отыр да. Тіпті депутаттардың өзі, сол кезде біз әріптестер, Астанадағы әріптестер депутаттардан пікір сұрады. Мен бұндай өсектер талқыламаймын деп, бізде кәдімгідей өсек деп қарайды. Бұған дейінгі зерттеу шыққан кезде Panama Papers зерттеу, оның алдында шыққан жаңағы Paradise Papers деген сияқты зерттеулер болды. Олардың бәріне биліктің реакциясы осындай болды. Елемейді, өсек өтірік, сенуге болмайтын ақпарат, сенуге тұрмайтын ақпарат деп, фейктер деп айтады. Мысалға қателеспесем, Дариға Назарбаева мен Нұрәлі Әлиевтің жаңағы шетелдегі үйлер туралы зерттеу шыққан кезде, қателеспесем, прокуратура айтты деймін, қоғамда осындай шу болып жатқан істерді біз жаңағы қоғамда шу болып жатыр екен ау деп қозғамаймыз депші. Өйткені бұл ақпарат көздері өте күмәнді деп. Хотя осы SRP деген бұл жаңағы ақпаратты тексеруге қатысты, ақпаратты растауға келген кезде ең сондай бір ақпаратқа өте сақ қарайтын жаңағы журналистік топтың бірі. Сондықтан жай ғана ол бір сылтау болды деп ойлаймын. Биліктің реакциясы осы Pandora Papers'ке мүлдем болған жоқ. Елемей отыр. Осы арқылы біз бұған дейін Қазақстанда жаңағы Назарбаевтың 3-ші әйелі туралы, Әсел Құрманбаева туралы өте көп жаңағы алып қашпа әңгіме болды. Қайсысы алып қашпа, қайсысы шын екенін білмейміз, бірақ осы Pandora Papers арқылы біз Әсел Құрманбаеваның Назарбаевтың айналасындағы шенеуніктен ақша алғанын, аз ақшамен $30 миллион алғанын білдік. Және бұл жаңағы Назарбаев пен Құрманбаеваның бір байланысының тағы бір дәлелі болды да. Өйткені қателеспесем 2018 жылы қазанда бір үкіметтің жалпы отырысында ішінде депутаттар да бар, жазушылар да болды. Сондай бір Назарбаев қатысқан жалпы жиында Әсел Құрманбаева бір
шенеунік немесе бір үкімет, бір министрлікте істейтін адам болмаса да отырған сол жерде. Сол кезден бастап жаңағы Әсел Құрманбаева кім деген сияқты сауалдар әсіресе күшейді сол кезде. Енді біз осы арқылы біліп отырмыз. Осы Pandora Papers арқылы оның расымен де жаңағы Назарбаевпен бір байланысы барын және ол шенеуніктен өзінің ешқандай жұмыс істемейтін бір аса белсенділік танытпаған компаниясының жартысын $30 миллион сатқанын біліп отырмыз. Былайша айтқан кезде бұл бір коррупция күдігін туындататын бір келісімшарт болуы мүмкін, бірақ Қазақстан билігінің реакциясын өзің де білесің қалай болатынын. Аян бағана өзің айтып отырсың, Pandora Papers немесе бағанағы Panama Papers болсын, осы сияқты зерттеулер ішінде Қазақстанда бар, Қазақстанның қатысы да бар зерттеулер. Қазақстандағы журналистик зерттеуге бір қандай да бір үлесін қоса ма, дамуына, болмаса ілгерілеуіне бір ықпалын тигізе ме, қалай ойлайсың? Иә, менің ойымша біріншіден журналистер қоғамның реакциясынан кейін ойланады, түсінеді деп ойлаймын. Оларға аудиторияға қазір қандай ақпарат керек екенін және қызыға бастайды. Екіншіден бұл бір стандарт ретінде ақпаратты тексеруге қатысты. Иә, біз офшор құжаттары біздің қолымызға тимеуі мүмкін, бірақ сондай ақшалар жүрген, сондай бір көлемдегі 30 миллион сияқты, $30 миллион көлемінде сияқты ақшалар әңгіме болатын зерттеулер жасау, мысалы, ол бір потолок та, былайша айтқан кезде. Осындай бір келісімшарттарды әшкерелейтін мен де бір зерттеу жасасам екен деген ой пайда болады. Бұл да бір даму емес па. Үшіншіден, шатаспасам, осы Pandora Papersке қатысқандардың ішінде Вячеслав Абрамовтан басқа да журналистер бар. Бұл бір қазақ журналистерінің, Қазақстандағы тәуелсіз журналистердің осы серпінмен бірлесе жұмыс істеп, стандарттарды көтеруге қатысты, стандарттарды өсіруге қатысты, факт-чекинг, verification дейді ғой, сол бойынша стандарттарын өсіреді деп ойлаймын, және бұл үлкен бір тәжірибе. Бірақ қоғам қазір кішкене үйреніп кеткен сияқты. Мысалға, бірнеше зерттеу материалда осыған дейін пайда болған астындағы комментарийлерді қарасаң, осыны айтып отырсыңдар ма, осы да жаңалық па, бәріміз білеміз ғой, бұл байлықтың артында кім тұрғанын, бұның бәрі кімге тиесілі екенін бәріміз білеміз. И что деген сияқты сұрақ қояды да. Иә. Ең қорқынышты сұрақ сол и что. Мысалға ше, ол туралы әңгімелер мысалы болуы мүмкін, ол қағаз құжат түрінде, дерек көзін ретінде ақпарат енді шығуы мүмкін. Біріншіден, екіншіден, ол туралы жалпы алып қашпа әңгіме болуы мүмкін, бірақ былай айтылуы, мысалы, Назарбаевтың осындай құпия, шетел Назарбаев әулетінің құпия виллалары туралы мынау мынаған тиесілі деген сияқты нақты анықтама, яғни қоғам білуі мүмкін Назарбаев әулеті мүшелерінің шетелде бірнеше үйі бар болатын, бірақ нақты қай үйлер екенін немесе нақты қай қалаларда, елдерде екенін білмеуі мүмкін. Сосын сен көрсетесің, мысалы, Азаттықта Назарбаев әулетінің зәулім виллалары деген шықты ғой. Мен нақты Швейцарияда, Италияда бар екен, мысалға Испанияда бар екен, ақш-та бар екен деген сияқты көрсетсең, Назарбаевтың шетелде үйлері бар екенін біз как будто білмеген сияқты қылып айтасыңдар деп айтады, мысалға. То есть бізде қоғамның еті өліп бара жатыр да, зерттеу журналистикасына бір шулатып, бір адамның жағасын ұстататын, бір сондай таңғалдыратын, бәрінің аузын ашатын бір зерттеу істемесең, адамдар таңғалдыру қиын болып бара жатыр. Өйткені біріншіден фейк, сондай жалған ақпараттар, сондай жаңағы адамның несін қабылдауын қатты өсіп тастайды, яғни ақпаратты бір реакциясын қатты басып тастайды. Нақты үйі бар екен, мынаны өлтіріпті, мынау бірдеңе істеп деген сияқты. Адам келесі жолы бір ақпарат естіген кезде ешқандай реакциясы болмайды. Үйреніп қалғанда өйткені оған. Иә, мысалға бағанағы өзің айтып жатқан мен де байқаймын оны. Мысалға, оны біз білмейді деп жүрсің ба деген сияқты, мысалға зерттеу жасап, қанша еңбектеніп көрсетесің, соның комментарий сондай тұрады, мысалға да. Баяғыдан бері білеміз оны, Назарбаевтың осындай үйлер бар екен деген сияқты да, сондай бір шынымен де ол өте бір былай қарағанда бір өкінішті жағдай. Өйткені барлық сенің бүткіл жігеріңді, мотивацияңды сол жерде өлтіріп тастайтындай кездерде болады. Шын керек, иә. Жалпы енді зерттеу журналистикасы деп бағанымда айтып жатырмыз, біздің тақырыбымызда осы. Осы зерттеу журналистикасында бір халықаралық стандарттар бар ма? Немесе зерттеудің методологиясы деген сияқты, мынадай деген бір кәдімгі тайға таңба басқандай жазылған
методологиясы бар ма, или әркім өзінше былай ашық деректерге байланысты жасай ма? Әркім жасай береді ғой өзінше, мен ойымша. жасай береді Иә. Өйткені зерттеу материалдарын қарайсың, біреу бір үлкен бір базалардың ішінен табады, біреу бір қарапайым ашық тұрған нәрсені тауып алады. То есть бір общий бір ортақ қалыптасқан әдістеме жоқ та. Әркім қолынан келгенше, мүмкіндігінен келгенше жасай береді деп ойлаймын. Бірақ жаңа этикалық жағынан жаңа айтып кеттім ғой. Этикалық жағынан ойланып жүрмін да, мысалға саяси мүддесі бар топ ретінде Навальныйдың жаңағы штабы белгілі ғой, олардың ақпаратты алған кезде олар Даркнеттен ақпарат алады. Мысалға Путиннің қасында жаңа оның ықтимал көңілдесі бірге ұшқанын, мысалға сол жақтағы сол кездегі билеттердің, сатылған билеттердің базасын сатып алады да, соны қолданып көрсетеді. Халықаралық медианың журналисті ретінде мен ондай ақпаратты пайдаланбас едім, өйткені бұл этикаға қайшы. Және бірақ егер оны басқа сайттар көрсетсе, немесе басқа OCRP, немесе басқа бір медиаларда ол нәрсе жарық көрсе, мен сілтеме жасап ала аламын. Яғни өзім үшін мен Даркнеттен, яғни қолыңа күмәнді жолмен түскен ақпаратты пайдалануға келгенде мен өте қатты күмәнданамын. Және ондай күмәнді деректерсіз ақ мен ойымша зерттеу жасап шығуға болады деп ойлаймын. Енді әрине журналистикалық этика деген бағананы бір айтып жатырмыз. Өзің айтып жатсың, бұл бөлек мәселе, бөлек тақырып, өте үлкен ауқымды тақырып. Жалпы Аян, рахмет. Осынау уақытыңды бөліп саған рахмет. Зерттеу журналистикасы туралы, Қазақстандағы, жалпы әлемдегі мысалдар туралы ойыңмен бөліскеніңе өте бір керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Рахмет. Құрметті тыңдарман, естеріңізге сала кетейік, жобаны Медианет халықаралық журналистика орталығы Конрад Аданауэр атындағы қордың қолдауымен жүзеге асыруда. Аян, рахмет. Сендерге рахмет. Онда келесі кездескенше сау болыңыздар.